өтен нашар саналатын. Мен едім айтыстағы жаман ақын. Хабармен Қазақстан қиған сөзі YouTube пен WhatsApp'тардан таралатын. Менен басқа барлық ақын классиктер 100 жылда бір-ақ рет жаралатын. Бүгінде шулататын жалғыз өзім жүрсіннің айтыс деген қағанатын. Митингіге шығам деп қамалатын, соңында халық қорғап қалалатын. Көлік емес өзіме көңіл қымбат, ақынмын жоғалтпаған қанағатын. Өз басым бақыттымын жеткіз алсам, билікке қазағымның аманатын. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Жүрегім додаларда байтынысым. Келгем жоқ райымнан қайту үшін. Интернетті өшірді деп жатыр жұрт, қатты-қатты сөйлейтін зайтып үшін. Мен бірақ дәл солай деп ойламаймын. Мұныммен таласады қайтуысым. Бізде қазір естуші үкімет бар. Осылай толат дейді қайтырысым. Интернетті өшірген солар шығар. Деместен шайырмысың, шайқымысың. Айтыстағы айтылған ақиқатты біз естімей қалдық деп айту үшін. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Балдызы Ермановтың Рауан Қайдар. Саланып секілденген сараңбайлар. Балдызыма бас жүлде берем деді. Жүрсін ағам бұладау жаман жайлар. Әзіліме шыныма Құдай білсін, неше түрлі салады адам қойлар. Мен бірақ халық барда жығылмаспын. Асаумын ақсуаттай далам дойнар. Рауанның аржағында жездесі бар, ал бізді жебеп жатқан Қабанбай бар. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қанықпын өлеңіңмен атағыңа. Қосылдың мықтылардың қатарына. Егемен Қазақстанның журналисі, ақынның мен жолықтым шатағына. Сонда да әзілменен сөз бастайын, демеймін шымбайыңа батадыма. Оюлы шапан киген қазақ едік. Шыққанда жарыстардың сапарына. Сіздің шапан Рауанжан бір түрлі екен. Мынау қазақтікі деп атады ма? Жоқ әлде аманаттап тастап кеткен Митхун Чакрабортидің шапаны ма? Әгейгәгім, әгейгәгім. 86 емеспін, мен 83-пін. Көрейік өңменіңнен өтсе күштің. Театрда Ермановтың бастығымын, несіне директорсың деп сөгістің. Бір шетін шығарайын жайлап жырдың. Жайнасын ақсуаттай жайлау бір күн. Директор болған менен өзгергем жоқ. Қазақпен бір қазанда қайнап жүрмін. Әкім мен министрді мақтамаймын, айтысқа шыққан сайын сайрап жүрмін. Қызмет қолдың кірі дейді қазақ, еліммен бірге күліп ойнап жүрмін. Ел қолдаса жетермін биіктерге, бойыма 5 қаруды сайлап жүрмін.
Директор болғандығым бұлай тұрсын, депутат болам ба деп ойлап жүрмін, агигагым, агигагым. Көп ақын сөйлемейді өмір үшін, кей ақын жалған айтар көңіл үшін. Рауанжан газетіңнің жайы қалай, ортайып қалған жоқ па мол ұрысың? Егемен шындық айтпас газет еді, билікке тек сүйкімді болу үшін. Сондықтан сөздеріңе бойламаймын, айқасқа келем десең ойнамаймын. Тапсырыс пен мақала жазғыш жандар жарытып сөйлейді деп ойламаймын. Көрейін журналистпен көпіріп тең, лауласын ақиқаттың оты күткен. Бұл заманда бәріміз жынды болдық, шындықты шатастырып өтірікпен. Басыңа бақытты күн орнайды деп, жаңа Қазақстан жайлы толғайды көп. Кешегі елді сатқан сыбайластар түзеліп мүддемізді қорғайды деп, жатырмыз жан-жағынан жарнамалап, қадамды енді Құдай оңдайды деп. Қаңтар жайлы айтып қалсаң қалшылдайды, көп айта бермеңдерші ондайды деп. Жан-жақтан және дегіп ескертеді, шындықты көп айтуға болмайды деп. Талабы үкіметтің ерек шығар, дауыл тұрса темір ұшып терек сынар. Биліктің қайсына да жағу үшін өтірік айта білу керек шығар. Мен өзім өтіріктен алыс едім, негізі адам емес барыс едім. 1211 жылдан бері Қазақстан жағдайымен таныс едім. Ол кезде жерде жүрген кезім емес, мекенім Юпитер мен Марс еді. Дулаттың немересі космодром сап, көргенім ракеталар жарыс еді. Алағайын түрік қой құлағыңды, көрейін біраз жырлап тағы сені. Керемет халық болды қазақ деген, 30 жыл өмір сүрген ләззатпенен. Бір президент 4 жыл басқаратын, бұл елдің саясаты ғажап терең. Қазағым бар әлемге, қазағым бар әлемге танылады, өйткен ол берекенің шаңырағы. Менің айтып жүргенімнің бәрі шындық. Демеймін ойым бүгін жамырады. Ал рауан саған кезек ұсынайын, қолдасын Боранбайдың әруағы. Түйдек ойлар таста бұл ортаға, сайлап ап сөздеріңді мағыналы. Егемен Қазақстан емес қой бұл, 2 минут шын сөйлесең нағылады. Агигагым, агигагым.
мағдайы бұл ақынның мағандайғы, құртамын құм қиям деп алаңдайды. Аужүкі не десең де өкпелеме, балдызың бүгін бәйге ала алмайды. Зорлап қосқан тазылар түлкі алмайды, жолдан қосқан жүйріктер шаба алмайды. Ешқашан жылатпайды ұлтақындай, сөйлейсің жағамызды жыртатындай. Ей рауан, мына саған не істеп едім, тоқайып болып мені құртатындай. Ақын емеспін мен еш ұлт алдаған, қайғы бар басымыздан бұлт аумаған. Ышқынсаң ышқына бер ей рауан жан, сен түгіл Назарбаев құрт алмаған әгигәгім. Артықтау сөйлеп кетсем жазғырмалла, мен бірақ ұқсамаспын азғындарға. Егемен өзгерді деп айтып қалдың, ол газет өзгерсе де мәз қылған ба? Ал рауан көзге қарап шыныңды айтшы, өзгеріп елге қолды создыңдар ма? Қаңтарда жазықсыздан қаза болған өлімдердің аржағын қаздыңдар ма? 20 мың террористің болмағанын бетін ашып шындығын жаздыңдар ма? Айтықпал басқа айтатын кез келмейді, Ринат күнде саған сөз бермейді. Бүгінгі саясаттың бас тұраны біз өзгеріп кететін кездер дейді. Ал өзімнің байқағаным сөз ғана, сөздер ғана, іс жүзінде ештеңе өзгермейді. Мәсіміп Боранбайып сатып алды, жанына бірін-бірі жақын алды. Олардың жағдайы белгілі ғой. Күшейттік қамақ қойып бақылауды. Басыма маза бермес бір сұрағым, ұсталмай қай жақта жүр апым әлгі. Төлдердің жаңаларын төрге оздырып, тоқайып жасап жатыр сақыманды. Сыртынан қарап тұрсаң бәрі жақсы, бүгінгі бұл саяси ахуалды. Әй бірақ соның бәрі кейде маған қойылым секілді бір театралды. Әгигәгім, әгигәгім ай. Әрқашанда елмен сыңар, ақындар төрден шығар. Мен ешқайда собыр ертіп келгенім жоқ, нысана көздей алмас мерген шығар. Саясатты ұстаңғыш сен емес пең, сол собырлар өзіңе сенген шығар. Жеңіліп бара жатса жәрдемдесіп жібереміз деп саған келген шығар. Әгигәгім, әгигәгім. Атыңнан айналайын рауаным ай, талдыма жарысам деп табаның ай. Бір талай сөздеріме жауап бермей, елеусіз қалдырдың ғой ағаныдай. Мен сені жырлайт деп ем сөгіліп бір, ентігіп қайтпақсың ба егіліп құр. Шырқыратып шындықты айтар деп ем, рауаның бастамастан шегініп тұр. Осындай әрекеттен рауан жаным
қалай өзгергендерің көрініп тұр агигагым ай. Көзімнің сен ілінсең қиығына еріксіз күлкі үйірілер миығыма. Енді Митхун Чакраборти болмайтындай бір шапан тауып берем иығыңа. Ақындар түрлі ой толғайды, толғамаса топанды тойтармайды. Шығыс пен Абай елі Ақсуатта келген жанды шапансыз қайтармайды. Келмейсің біздің жаққа күнде сенде, кездеспей жақсылармен күн кешембе. Жарқырап жүрші інім әрқашанда, арқырап апта сайын жүрмесең де, шапан киіп қайтқайсың Ақсуаттан. Бас жүлдалып ат мініп атына мінбесең де агигагым ай. Красовканың нұсқадың кеп, айталман осал жерден ұстадың деп. Аяғыма алаңдайтын жан емеспін, ойымда айтатұғын ұштадым тек. Өйткені Ақсуатта аяғыма қарайтын сенен басқа дұшпаным жоқ агигагым. Болдыңдар ма? Ал енді өздерің тоқтадыңдар.